Hantavirus. Әлем назарын тағы бір қауіпті вирус аударды. Хантавирусқа қатысты жаппай жұқтыру деректері мен оның адамнан адамға таралу мүмкін деген күдік алаңды күшейтті. Ол қаншалықты қауіпті және Қазақстанға әсері қандай болуы мүмкін? Бүгін осы тақырыпты талдаймыз. Алдымен хронологияға шолу жасасақ. Хантавирусқа қатысты алаң круиздік лайнердегі оқиғадан кейін күшейді. Биыл сәуірдің басында Нидерландтың лайнері Аргентинаның Ушуая портынан Атлант мұхиты бағытына жолға шыққан. Бортта 150 жолаушы мен экипаж мүшесі болған. Маршрут Антарктида мен оңтүстік Атлантика аралдарын қамтып, сапар Канар аралдарында аяқталуы тиіс еді. Алайда бірнеше аптаға созылған сапар кезінде жолаушылардың бірінен соң бірінен ауыр респираторлық ауру белгілері анықталды. Алғашқы науқас ретінде Нидерландтан келген 70 жастағы ер адам тіркелді. Өкінішке қарай ол кеме үстінде көз жұмды. Болжам бойынша ер адам жұбайымен бірге сапар алдында Ушуаядағы ғалымдар жиі баратын қоқыс полигонында болған. Сарапшылар қауіпті инфекция дәл сол жерде жұғуы мүмкін деп есептейді. Кейін оның жұбайы да ауырып, Йоханнесбургтегі ауруханада қайтыс болды. Дәрігерлер одан хантавирустың Андес штаммын анықтады. Осыдан кейін оқиға халықаралық деңгейде қызу талқылана бастады. Мамыр айының басында Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы лайнердегі індет туралы ресми мәлімдеп вирус жұқтыру деректерін растады. Көп ұзамай Германия азаматы болған тағы бір жолаушы қайтыс болды. Ал расталған және болжамды жағдайлар саны 11-ге жетті. Соған байланысты Кабо-Верде билігі кеменің жағалауға тоқтауына тыйым салды. 10 мамырда лайнер Испания жандармериясының бақылауымен Тенерифе маңына жеткенімен портқа кіргізілмеді. Кейін жолаушылар шағын топтармен жағаға шығарылып, арнайы рейстер арқылы өз еліне жөнелтіле бастады. Қазір олардың барлығы карантинде және дәрігерлер бақылауында. Сонымен қатар хантавирусты жұқтыру жағдайлары Швейцария, Израиль, Германия, Ұлыбритания, Франция, Испания және ақш-та да тіркелді. Осыған байланысты 4 құрлықтағы 19 мемлекет шұғыл сақтық шараларын күшейтті. BBC мәліметінше, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы инкубациялық кезең әлі аяқталмағанын ескертіп, жаңа жағдайлар тіркелуі мүмкіндігін жоққа шығармай отыр. Жалпы хантавирус табиғи ортада кеміргіштер арқылы таралатын қауіпті вирустар тобы. Тышқан мен егеу құйрықтар өздері ауырмаса да инфекцияны адамға тасымалдай алады. Вирус көбіне олардың нәжісі, зәрі немесе сілекей арқылы тарайды. Адам ластанған шаң тозаңды тыныс арқылы жұқтырады. Мамандар оның екі түрлі ауыр дерт тудыру мүмкін екенін айтады. Оның бірі бүйрек синдромымен өтетін геморрагиялық қызба. Бұл түрі бүйрек пен қан тамырларын зақымдап, ішкі қан кетуге дейін алып келуі ықтимал. Ал екіншісі хантавирустық кардиопульмонарлық синдром. Ол әлдеқайда қауіпті саналады, себебі өкпені зақымдап, тыныс алу жеткіліксіздігін туғызады. Инфекцияның белсенділігі әсіресе көктемде күшейеді. Өйткені дәл осы уақытта адамдар саяжай, жертөле, қойма мен шатырларды тазалай бастайды. Қыс бойы жиналған шаңды сыпырғанда немесе шаң сорғышпен тазалағанда вирус ауаға көтеріліп, тыныс жолдары арқылы ағзаға енуі мүмкін. Сондықтан мамандар жабық әрі шаң басқан орындарды тазалау кезінде сақтық шараларын қатаң ұстануға кеңес береді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы дерегінше әлемде жыл сайын хантавирус жұқтырудың шамамен 10 мыңнан 100 мыңнан астамға дейінгі жағдай тіркеледі. Аурудың ең көп таралған аймақтары Азия мен Еуропа, әсіресе ол ұзын құйрықты күріш тышқаны мекендейтін Аргентина мен Чили аумағында таралған. Қытайда да жиі кездеседі. Мұнда жыл сайын 50 мыңға дейін геморрагиялық қызба мен бүйрек синдромы түріндегі жағдай тіркеледі. Ресейде жыл сайын 5-7 мың жағдай анықталады. Көбіне Орал маңы, Ульянов облысы, Самара облысы, Орынбор облысы және Хабаровск өлкесі аумақтарында анықталады. Оңтүстік Кореяда жыл сайын 1000-2000 мың жағдай орын алады. Еуропалық одақ елдері мен Еуропалық экономикалық аймақ мемлекеттерінде жылына 1500-5000 жағдай тіркеледі. Ауру әсіресе Финляндия, Швеция және Германияда жиі кездеседі. ақш-та жыл сайын 30-50 жағдай тіркеледі. Мұнда да көбіне өкпемен байланысты синдром түрі байқалады. Қазақстандағы жағдай тұрақты. Денсаулық сақтау министрлігі ел аумағында хантавирус тіркелмегенін және оның кең таралу қаупі төмен екенін мәлімдеді. Мамандар бұл инфекция жаңа вирус емес екенін, сондықтан қосымша күшейтілген эпидемиологиялық бақылауды қажет етпейтінін айтады. Бұған басты себеп инфекцияның негізгі тасымалдаушысы адам емес, кеміргіштер. Оңтүстік Америкада тараған кейбір штамдарға қатысты адамнан адамға жұғу деректері кездескен, алайда мұндай жағдайлар өте сирек әрі ұзақ уақыт тығыз байланыста болған кезде ғана тіркелген. Жалпы хантавирус COVID-19 секілді жаппай таралатын инфекция
инфекция қатарына жатпайды. Дегенмен мамандар сақтықты естен шығаруға болмайтынын ескертеді. Себебі ауру алғашқы кезеңде тұмауға ұқсас жеңіл белгілерімен басталуы мүмкін. Инкубациялық кезеңі 7 күннен 42 күнге дейін созылады. Алғашында адамның басы ауырып, әлсіздік пайда болады. Бұлшықет сырқырап, жүрек айнуы, құсу, іш өту байқалуы мүмкін. Кей жағдайда жөтел мен ентігу күшейіп, өкпенің ісінуі мен тыныс жетіспеушілігіне дейін апарады. Соңғы апталарда әлеуметтік желілерде жаңа пандемия басталуы мүмкін деген болжамдар жиілегенімен, халықаралық сарапшылар мұндай сценарийдің ықтималдығын төмен деп бағалап отыр. Өйткені COVID-19 ауа тамшы және аэрозоль арқылы өте жылдам таралса, хантавирустың әсіресе Андес штамының жұқпалылығы әлдеқайда төмен. Соған қарамастан қауіп толықтай жойылды деуге болмайды. Әсіресе шетелге саяхаттайтын азаматтарға сақтық шараларын ұстану маңызды. Мамандар кеміргіштер болу мүмкін орындардан аулақ болуға, стихиялық сауда орындарында тамақтанбауға және санитарлық талаптарды қатаң сақтауға кеңес береді. Егер сапардан кейін 1-8 апта ішінде дене қызуы көтеріліп, қатты әлсіздік пайда болса, дәрігерге қаралып шетелде болғаныңызды міндетті түрде хабарлау қажет. Себебі хантавирусқа қарсы арнайы вакцинада толық дәлелденген вирусқа қарсы емде әзірге жоқ. Емдеу көбіне науқастың жағдайын тұрақтандыруға және өкпе, жүрек, бүйрек асқынуларының алдын алуға бағытталады. Сондықтан дәрігерлердің айтуынша, бұл инфекциямен күрестегі ең тиімді жол үрейге берілмеу, сақтықты күшейту және ауруды ерте анықтау.